Алып алсын сосын. Бибана шипажайына сіздер қай жерден келдіңіздер? Ақтөбе облысынан келдік. Жөндеріңіз? Селмағамбетов Амандық, Селмағамбетова Нұржамал. Баламмен үшеуміз осы шипажайға ем алу үшін санаторияға келдік. Қазір жағдайымыз жақсы, ем алып жатырық. Келгеннен бері осы еміміз уже өзімізге ұнады, жақсы. Жолдасым инсульт болып келді. Қазір массаж алып жатырық. Массажынан нәтиже бар деп айта аламын. Шүкір бүгін, 4-ші күн. Емдері болып жатыр бізге, өте керемет. Келіңіздер, санатория өте жақсы. Ұнады бізге. Келгенімізге 6 күн болды. Жақсы шипажай деп айта аламын. Аға, массаж ұнады ма сізге? Қалай қолыңыз өзі? О, жарайсыз. Алла шипасын берсін сізге. Жақсы болып кетіңіз. Кеше келген күннен кәдімгідей жақсы болып қалдыңыз енді. Біз көріп жатырмыз ғой, сіздер біздерден кейін келдіңіздер. Алла шипасын берсін. Келген күннен жақсымыз. Сәлеметсіз бе? Мен Бибана, шипажайының демалушысымын. Мен Жаңаөзен қаласы, Маңғыстау облысы Жаңаөзенінен келдім. Фамилиям Бекетаева Күләш. Осы шипажайдың арқасында, әртүрлі турлар ұйымдастырудың арқасында Самарқанд, Ташкентке барып келдім. Ұнады. Және осы шипажайдың өзі де ұнады. Әрі таза, әрі жақсы. Шипажайдың сотрудниктері бәрі жақсы. Емдері жақсы. Ұнап жатыр. Самарқанд үлкен қала екен, ескі қала. Әмір Темір кесенесіне бардық. Бибана санаториясына рахмет айтам. Көп рахмет осындай демалыс ұсынғанына. Осы шипажайға келуіңізге кеңес берем. Жақсы демаласыңыз деген ойдамын. Мен мына Бибана шипажайына келгенім, өзімнің емделіп, өзім Тараз қаласы, Көкденен ауылы, Тарасұлы ауданынан келдім. Аты жөнім Зәуреш Чапабаева Биғабыл қызы. Мына Бибана шипажайына келіп демалып жатырмыз. Осы жерде келгенімізде ем шарамызды осы жердегі қызметкерлер жақсы бізге қызмет жасап жатыр. Соның ішіндегі өзім құрдасым болып шықты. 40 жыл еңбек еткен Гүлзағира құрдасыма көп рахмет айтам. Осы салада 40 жыл еңбек етіпті. Сол кісіге алғысым шексіз. Осы Бибананың басқарушы Ғалия меңгерушісі. Ғалияға да алғысымыз зор. Келген кісілерді қарсы алып, өзінің несі осы қалай құрылған Сарыағаш, соның бәрін тарихымен таныстырды. Баратын жерімізге апарып, қайтып әкеп жатыр. Мешітке апарып жатыр. Емдеушілерге Бибана шипажайына келуіне болады. Жақсы қызметкерлері бар. Жақсы қарсы алады. Бұдан да әлі көркейе береді. Өзі жаңадан ашылған екен. Әлі алда көп қой көркейетін. Келулеріңізге осы жерде істеп жатқан қыздар бар, ұлдар бар, үлкен қызметшілер бар, медиктер бар. Ақ халатты жандарға еңбектері жана берсін. Табыстары көп болсын. Осы істеп жатқан еңбектерінің рахатын көрсін. Алушылардың атынан тілегімді білдірем. Сіз мына Бибана шипажайына қашан келдіңіз? Алып жатқан емдеріңіз көңіліңізден шығып жатыр ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Екеуміз екеуміз Қордай районынан келіп отырмыз. Алмай Жамбыл облысы Қордай районы. Біз бұл жерге бірінші рет келіп отырмыз. Өте жаңа екен, іші де сырты да өте ұнады. Хозяйкалары да жақсы екен. Жасаған ем-домдары да жақсы екен. Өте жақсы екен, ұнап жатыр барлығы. Әсіресе қай ем-дом ұнады сізге?
әсіресе маған барлығы ұнады. Физиотерапиясы да ұнады, фарафин да ұнады. Өзім енді кішкене ауырыңқырап келгенде, а енді қазір өзім кішкене чувствуем жақсы сияқты. Ем іздеп келдік қой бұл жерге. Содан кейін енді білмеймін, енді емі бәрі жақсы, тамағы да жақсы. Хозяйкамыз өте жақсы кісі екен. Сөйлескенде де көңілімізді тауып, жақсы сөйлесіп жатыр. Жақсы, өте күшті. Маған ұнады. Құдай амандығын берсе, жылда келіп тұруға ниет қыламыз. Ал қызметкерлердің қабылдауы қалай? Қалай жұмыс жасап жатыр олар? Қызметкерлері де жақсы кісілер екен өте. Түсінбегенімізді айтып, түсіндіріп, қалай отыруды, қалай не емделуді бәрін айтып түсіндіріп жатыр. Доғдырлары да жақсы екен, лечениясын да жақсы айтып түсіндіріп беріп жатыр. Өте ризамыз. Рахмет бұл кісілерге. Момина ханым дәрігеріміз ғой. Соның еміне риза болдыңыз ба? Конечно, риза болдық. Өте жақсы. Алла тағалам әйтеуір осы емімізді, алған емімізді жанымызға шипа қылып берсе екен деп тілейміз. Жақсы, өте жақсы. Құда қаласа мынау шипажайға аман-есен келіп, емделіп жатқандарыңыз, құда қаласа өздеріңіздің денсаулықтарыңыз бұдан да жақсы болып кете берсін. Өздеріңіз көріп тұрғандай мынау бейбана шипажайы жаңадан ашылған екен. Мынау зданиялар жаңа қарапайым, егесі жаңағы. Апайымыз да жақсы қарапайым, сондай бір мейірімді адам екен. Адамның көңілін табады, адамның қас-қабағына қарайды. Келген қонақтардың қас-қабағына қарап, солардың ыңғайына қарай жұмыс істейді екен. Мына медсестралар да жақсы екен. Біздің денсаулығымызға қарап, көңіл күйімізді көтеріп дегендей. Біз сондай бір жақсы әсерде қалдық. Лескен Әубәкіртегі Тұрдалыұлы, Қоңыратпын. Мен Түркістан облысынан, Түркістаннан келдім, қаласынан. Қаласа жаңағы айтқан сөздерімнің бәрі рас, еш арасында өтірік жоқ. Шынай айтып тұрмыз ғой, енді өзіңіз білесіз. Құда қаласа жаңағы мен айтып отқан Бекет атаға да біз барайық. Де жақсы, условиясы да жақсы. Мұнда не дейміз? Жақсылығымызды білдіреміз.